Балалар, енді мына үш есеп. Мысалы, бұлар А деңгей, Б деңгей, С деңгей. Есептің барлығы біреу бірақта. Сызықтық теңдеуді шешу. Сызықтық теңдеу дегеніміз ол мына айнымалының дәрежесі бір болса болды. Бұларды шешудің идеясының бәрі біреу. Просто мынаған көбірек энергия жұмсау керек, мынаған сәл азырақ жұмсау керек. Және мына бір 2-3 қадамнан тұрса, анау 3-4 қадамнан тұруы мүмкін. Түсінік ме? Сонымен бірінші, мына ең бір қарапайым түсіндірейін, иә? Кәдімгідей 3х минус мынаның алдын мына жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқанда жақшаның алдында минус таңба тұрса, онда мына жақшаның ішіндегі өрнектердің бәрі таңбалар қарама-қарсы өзгереді. Демек, мынау 10 болады. Мына минус пен минус плюс болады. 9х тең 22х. Түсінікті ме? Енді мына ұқсас мүшелерді біріктіреміз. Мыналарды ұқсас мүше деп атайды. Мына x пен x-тері барларды. Сонымен 3х-ке 9х-ті қоссам не болады? Плюс 12х болады, е? Тең 22х. Енді мына айнымалысы барларды бір жаққа жинаймыз. Енді мен мына бір 12х-ім осы жақта тұра береді, мына 22х-ті осы жаққа алып келемін. Минус 22 болып көреді. Таңбасы қарамағысымен ауысады ғой? Иә. Тең, енді мына минус 10-ды теңдіктің оң жағына апарамын. Ол плюс 10 болып барады. Таңбасы қарама-қарсымен ауысып. Енді мына екеуін біріктірсем, таңбалары әртүрлі сандарды қосқан кезде үлкеннен кішісін аламыз да, үлкен таңбасын қоямыз. Үлкені мынау. Минус 22-ден 12 алсақ 10х. Тең 10. Х-ің тең болады, 10-ды минус 10-ға бөлеміз, минус 1. Сонымен мынаның жауабы минус 1. Түсінікті ғой? Келесін шығарайық. Келесінде мына санды мына көп мүшеге көбейтеміз. Ол үшін мынаған бір көбейтеміз, мынаған бір көбейтеміз. Демек ашатын болсақ 3х болады. Қосылған мына таңбаны жаздым. 3-ті 5-ке көбейтіп 15. Е? Мына жақта 7 минус 5х. Жаңағы ереже бойынша айнымалы барларды сол жаққа теңдіктің айнымалысы бос мүшелер, мына сандарды бос мүшелер. Оларды оң жаққа апарамыз. Сол кезде не болады? 3х плюс 5х болады, е? Тең мына 7 тұра береді. 15-тан жаққа апарса минус 15. Енді міне екеуін біріктірсем не болады? 8х, е? Тең минус 15 плюс 7. Минус, дұрыс айтасың. Х-ті табатын болсам, тағы да минус 8-ді 8-ге бөлем, ол минус 1. Міне, мына есеп шықты. Келесі. Мына есеп ешқандай қиындық жоқ. Тура осы ережелер секілді шығады. Бұл жердегі бар жоғы мына сандарға қараймыз. Тура осыған келтіріп алуды тұрсамыз. Мына сандарға қараймыз. Мына 2, 12, 3-тің еселігі қай сан? Үшеуінің? 12. Сондықтан 12-ні әрбір бөлшекке көбейтіп шығамыз. Демек 12-ні мынараға жазамыз. Ұмытпау керек мына жақшаны қоюды. Мынараға 12-ні жазған кезде мына жақшаны қоюды ұмытпаңдар. Жақша міндетті түрде тұрсын. Мына жерге де 12-ні барлық бөлшекке көбейтіп шыққан. Мына жақшаны жазуды ұмытпаңдар. Сонымен мына 2 мен 12 қысқарады да, мына жерде не қалады? 6 көбейтілген 1 минус 6х қалады. Яғни біздің мақсатымыз мына бөлшектің бөліміне құтылып жүру. Бүтін мынадай өрнек жасау, теңдеу жасау. Азайтылған. Мына 12 мен мына 12 қысқарады. Не болады? 1 қалады. 1 көбейтілген 2х плюс 19. Осыны міндетті түрде жақшаны қойып отырыңдар. Қаймасаңыздар, обязательно қателесесіздер. Енді мынарда 12 мен 3-ті қысқарсақ, мынарда 4 қалады, е? 4-ті мынаған көбейтеміз. 4 көбейтілген 23, азайтылған 2х. Міне. Енді жақшаларды кәдімгідей біртіндеп ашамыз. 6, мына 1-ді 6-ға көбейтеміз. 6-ны минус 6х көбейтеміз. Минус 36х. Азайтылған мына минус 1-ді 2х-ке өтсек, 2х минус 1-ді мына плюс 19 өтсек, минус 19 болады. Тең. Енді мынанда біртіндеп ашамыз, е? 4 жерде 3-ім 12 бір ой, 8 ойдағымы 9, е? Азайтылған 8х. Мынаның барлығын аштым. Ашқан кезде мынаны көбейткіш деп атайды. Көбейткішті мына әрбір жақшаның ішіндегі мүшелеріне көбейттік. Енді ұқсас мүшелер біріктеміз. Ұқсас дегеніміз онда х-тері барлар. Яғни минус 36х, минус 2х. Таңбалар қандай? Бірдей. Сондықтан да минус 38х болады. Ұнық ма? Мына бір бұл жақтағы минус 8х-ті осы жаққа алып келеміз. Плюс 8х болады. Тең. Енді сандарды біріктіреміз. Сандар мыналар болып тұр. Бос мүше дейді оны. Мына жақта 92 тұра берсін. Мына 6 мен минус 19-ды біріктірсек не болады? Мына 6 мен минус 19-ды біріктірсек. Минус 13. Минус 13-ті ана жаққа алып барам, ол плюс 13 болып барады. Түсінікті ғой? Енді мына екеуін біріктірсек. Үлкеннен кішісін аламыз да, үлкеннің таңбасын қоямыз. Үлкені минус, е? 38-ден 8-ді алсақ 30х. Тең. Енді 92-ге 13-ті қосатын болсақ 105.
міне енді x'ті табар болсақ минус 105-ті бөлеміз 30-ға, то есть минус 30-ға, 105-ті 30-ға бөлеміз. Енді екеуін 5-ке бөліп жіберуге болады, иә, в принципе. 5-ке бөлсек мынарда 6, мынараны 5-ке бөлсек қанша? 21 ма? 21. Оны тағы да 3-ке бөліп жіберуге болады екен ғой. 3-ке бөлсек 7, мынаны 3-ке бөлсек 2. А ол дегенім получается 3,5. Иә? Міне, жауап осылай шықты. Все.